Қайсыз әзеге? Жақсы. Аман саусыз, не істетсіз? Немен айналысасыз қазір? Коучинг. Коучинг деген не жалпы? Адамдарға түсіндіріп кетейінші. Коучинг деген адамды қалай айтсам болады, жетектеу емес. Мысалы, менторство мен наставничество мүлдем бөлек нәрселер. Ментор немесе наставник болу үшін сіз сол жолды өтіп шыққан болуың керек. И қолынан жетектеп алып жүресің. Коучинг дұрыс сұрақтар сұрау арқылы адамның басындағы өзінің дұрыс жауаптарын тапқызу. Өзі табады. Әркімнің өз шындығы бар, и ол шындық оған жұмыс істейді. Сонда қазір таңда коучинг алып жатқан адамдар бар ма? Я бар көп. Қанша адам алып жатыр? Қазір 3 адам бар. Оның алдыңғы айларда бітірген тағы 3-4 адам бар. Біреулермен 2, біреулермен 3 ай жұмыс істейміз. Өзінің таңдауына қарай. Бізде андай лайф коучинг. Лайф коучинг деген психолог бар бізде. Соның ішіне кіреді. Спорт бар. Диетологымыз бар, бірақ ешкім әлі диетологтың қызметін қолданған жоқ. И стилист бар бізде. Бірақ ол стилисттің де қызметін әлі ешкім қолданған жоқ. То есть, қолдану үшін сұрау керек па сізден? Мен айтамын басында осындай кісілер бар деймін. Бәрі сол психологқа барып қайтады, 2 сеанс алады. Сосын келеді, менімен жалғастырады, и спорт бірігеді. Содан кейін вау болып кетеді. Ана кісілерге әлі кезек жетпей қалып жатыр. Бірақ олар бар менде. Лайф коучинг деген біз андай комплексный. Бұл жеке коучингте бар ма? Бұл менің коучингім. Просто мен комплексный жасап қойғам. Кухня жизни деп атап қойғам. Сол бір клиенттің кухнясын реттейміз бәрін. Спорты болсын, жаңағы денсаулығы болсын, миындағы сенімдері болсын, сосын жаңағы стилистикасы болсын, сондай нәрселерді бәрін реттейміз. Бүгін бізде қонақта Азамат Скаков, коучинг, менторсыз ғой да? Ментор, коучинг, ментор, бизнесмен, сонымен қатар спикер. И және ұйқы, дұрыстау, денсаулық, яғни сауатты өмір салтының эксперті. Десек болады жалпы да? Окей. Азакен, сізге мен бір сұрағым бар енді, кішігірім сұрақтан бастайық. Мен андай прикол көремін бір рет. Қазір таңда Қазақстанда курстар көбейіп жатыр. Енді ұйқы туралы курс шықса деген бір әзіл көргенмін. Ол бар ғой. Оны білем ғой. Бірінші әзілді көрдім. Потом сіздің курсыңызды көрдім де, содан кейін еще мен оған қатыстым. Жоқ, негізі әзілкеш адамдардың айтуы бойынша біртүрлі прикольно, жат болып көрінеді. Негізі бірақ та барлық ақша табу, жұмыс, выгорание, депрессия, стресс барлығы негізі ұйқыдан пайда болады сияқты. Если жалпы живой кейс ретінде мен бастап бере просто мен қатыстым бір айлық емес, бір айлық болды да? Ол кезде бір айлық болды. Бір айлық курс болды. Таңғы 6-да сабақ басталады. Таңғы 6-да зумға кіреміз. Еще онлайн болды. Аптасына 3 рет. Ең бірінші күні ұйықтамай, түнде ұйықтаған жоқпын, азанда 6-да ұйықтап қалмау керек деген нәрсемен сөйтіп ұйқылы ояуға қатысқам. Одан кейін қатысып болғаннан кейін ұйықтаймын. Сөйтіп басталған жалпы. И сол кезден бастап менде андай нәрсе басталды. Өте шикарный кезең, комментарий менде, адамдардың несі, маған деген көзқарасы, айтуы, доқа өзгеріп кетіпсің ғой деген нәрсе сияқты, сондай нәрсе болды. Енді сізге сұрақ, жалпы ұйқы не үшін керек біріншіден адамға? Ұйқы өте маңызды ғой. Біздің өміріміздің 30%-ын алады, біріншіден. Өміріміздің 30%-ын алады. Бүкіл өмірдің, да? Бүкіл өмірдің 30%-ын ұйқы алады. 24 сағат, примерно 8 сағатын ұйықтасаңыз. Сонда 60 жыл өмір сүрсеңіз, 20 жыл ұйықтайсыз. Орташа есеппен. И ол туралы бізге ешкім айтқан жоқ. Маған ешкім айтқан жоқ. Келіп, Назике, ұйқы деген мынау, ұйықтамасаң былай болады, немесе мынау уақытта ұйықта деген ешкім айтқан жоқ. Әйтеуір білеміз, базовый түнде ұйықтау керек, ұйқың келген үшін. Шүкір әйтеуір біздің әке-шешеміз оған жақсы қарап, мен и так та солай режим жақсы еді бұрыннан. Бірақ ешкім айтқан жоқ бұл туралы, біз бұл білмейміз. Бірақ статистикалар бұған
дәлел ретінде көп. Мысалы, бір ақ күн дұрыс ұйықтамаған адамның қандағы глюкоза саны мөлшері 6%-ға азайып кетеді. 6%-ға азайып кетеді, ол сезіледі. Сол үшін сізді күндіз тәттіге тарта береді. Тәтті жегіңіз келеді, шоколад жегіңіз келеді, кофе ішкіңіз келеді, тәтті қып. Сондай нәрселер күндіз ағза өзіне алғысы келеді. Бірақ оның шешімі тәтті жеу емес, шешімі просто дұрыс ұйықтау еді. И мәселе бұл жерде санында емес, сапасында. 4,5 сағат ұйықтасаңыз да күні бойы шаршамай жүретіндей ұйықтауға болады, егер сапалы ұйқы болса. Сосын статистика бойынша бір күн дұрыс ұйықтамаған адам 12%-ға ақырынырақ ойланады, баяулайды. Мыслительный процесс баяулайды 12%-ға. И 20%-ға көбірек қателеседі. 20%-ға көбірек қателеседі. Ұйықтап, деріске ойланған жақсы сияқты. И әлемдік статистика бойынша жол апатына түскендердің 59%-ы ұйқысы қанбаған адамдар. Бұл статистика, көз ілініп кеткен 59%-ы. Ең қызығы, адам ғана өзінің ұйқысын жасанды түрде тежейді. Басқа ешқандай жануар, ешқандай жаратылыс, ешқандай жәндік ұйықтайтын кезде, білмеймін, бүгін вечеринка бар еді, ұйықтамай деп айтпайды, бір арыстан өйтіп айтпайды, шегіртке өйтіп айтпайды. Ұйықтайтын уақыты келді ме, ұйықтайды барып. Иә, шынымен де күндізгі жыртқыштар мен түнгі жыртқыштар әркім өз уақытында жүреді ғой. Жарғанаттар күндіз ұйықтайды, басқалар түнде ұйықтайды деген сияқты. Енді мынандай да, саба мен жаба дейді ғой. Иә. Саба адамдар мен жаба адамдардың айырмашылығы неде вообще? Жабырник. Жабырник па не дейді? Дұрыс па негізі түнде жұмыс жасау дейтін? Мынандай қызық нәрсе. Түнде ояу жүру. Мен бұны 2016-тан бері зерттедім ғой, ұйқыны ше. И біраз кітап оқыдым, біраз курстарға да қатыстым, конференцияларға тыңдадым. Біраз ғалымдар бұл нәрсе жоқ деп айтады. Саба, жабырник деген жоқ деп айтады. Негізі жоқ па? Иә, қалай? Ретте болуға болады дейді. Біреулер бұған келіспейді. Бірақ менің практикамда мынандай болды. Мен мүлдем ұйықтай алмаймын түнде дейтін кісілер 7-10 күнде қайтып реттеген кісілер болды. Оған запрос болмаған просто. Бәлкім мен сабамын деп жүре берген шығар. Әрине, мүлдем сызып тастауға болмайды. Өйткені ғалымдарда бір-бірімен келіспейтін тұстар болады ғой. Бірақ мен әзірге көрген жоқпын. Сіз де мысалы түнде ұйықтамайды дедіңіз ғой кезінде. Иә, түнде ұйықтамайды. Көзің ісіп кетеді, күндіз басың ауырады, нең азайып кетеді, істеу қабілеттілігің азаяды, түнде как-то көп ойланасың, ойын ойнағың келеді, басқа бір нәрсе ойнағың келеді, тамақ жей бергің келеді. Не аз? Істейтін қимылың аз да, просто бірақ түнде жұмыс істедің, таңға шейін орындалады. Қаншама сағат, біршама сағаттың ішінде орындалады. Оны күндіз 1-2 сағаттың ішінде істеп тастауға болады негізі. Біреулер айтады, андай фокусым түнде күшті болады дейді. Бірақ мәселе мынада сияқты. Фокус түнде күшті болады, мен ешкім мазаламайды, өзім отырып мықты творчестволық жұмыс істей аламын дейді. Қараңғылық керек ол адамға. Просто біз всегда кабинеттің бәрін қара штормен жауып тастаймыз. Бізге себебі менде қараңғылық керек, себебі монитормен жұмыс істегеннен кейін қараңғы оған әсер етеді. И ішке кіріп шыққан адам, кабинетке кірген адам, шыққан адам, жүрген адам бәрі, тамақ ішіп жатқан адам бәрі әсер етеді. Сондықтан түн ыңғайлылығы, даже коридорда ешкім жүрмейді, шум болмайды, көшеде дыбыс естілмейді, соның барлығының әсерінен қап-қараңғы болып тұрады кабинет. Қараңғы фокусқа әдемі да, просто мониторың жанып тұрады, айналаң бәрі қап-қараңғы. Сол нәрсені қалайды. Негізі оны қолдан жасауға болады негізі. Қолдан жасауға болады, сосын мен айтамын, таңғы сағат 5-те тура сол мотивация болады. Түнгі сағат, білмеймін, 3-те отырып жұмыс істегеннен, түнде ұйықтамай түнгі 3-ге дейін жұмыс істегеннен гөрі, 10-да жатып, керек болса 4-те отырып, 10 мен 4-дің арасы 6 сағат деп аталады, ұйқының 6 сағаты, 10 мен 4-дің арасы 6 сағат. 4-те оянып, таңғы 8-ге дейін бір талай тірлік бітіріп тастауға болады. Одан кейін спортқа да баруға болады, одан кейін білмеймін, басқа жұмысқа да баруға болады, қызметіңді атқаруға болады, бәрін үлгеруге болады. Негізі аталады, ерте тұрып емес, негізі ерте жату керек дейді ғой. Иә. Бірақ енді ерте жатқанның өзінде де ерте тұру үшін бір мақсат болу керек қой. Иә. Мақсат ретінде не қоса алатын едіңіз, мысалы, адамға қарапайым, қалай айтсақ болады, жұмыссыз адамға, немесе жұмысы кешке адамға, немесе тағы басқа адамдарға. Мынандай нәрселерді 4 бағыт бойынша адам өзін қарап шығу. Менің коучингте бүкіл разборларда 4 бағыт бойынша сұрап шығамын адамнан. Біріншісі рухани әлем, оның ішінде иман и білім бар. Иман тұрғысынан и білім тұрғысынан мақсаты қандай, қайда бара жатыр, қазір не істеп жатыр және қайда бара жатыр.
Әдетте мән бермеген болып шығады біраз адам, біз сол жерде жоспар құрамыз. Бұның өзі уже бір саналылықты оятады. Екінші мәселе бұл денсаулық. Денсаулықта бізде спорт бар және медицина бар. Спорт бойынша немен айналысып жатсың, не істеп жүрсің, мақсат қандай деген кезде адамдар ойланады. Мен ештеңемен айналысып жатқан жоқпын дейді. Қызық бір статистика, мен бүкіл тренингтарымда сұраймын, спортпен айналысасыздар ма деп. 75% адам шамамен айналыспайды, айналыспайды. Таңғы жаттығу жасамайды. Мен таңғы жаттығудың маңыздылығын түсіндіргеннен кейін, дейді. Сосын ол оп-оңай нәрсе екенін түсіндірген кезде, оп-оңай екен ғой. Таңғы жаттығудың маңыздылығы неде? Таңғы жаттығу бар ғой, мен сізге айтайын, ол рухани жақтан да пайдалы, физиологиялық жақтан да пайдалы, бүкіл денсаулыққа бәріне пайдалы, фокусыңыз жинауға да пайдалы, бәріне пайдалы. И әдетте адам оны ойламайды да. Неге жасамайсыз деген сұраққа адам уақытым жоқ деп айтады. Негізі уақыты бар, 5 минут керек таңғы жаттығу. 5-7. Анау мектепте жасайтын қарапайым жаттығу. Бірақ адам қиындатып алған үшін жасамайды. Оның ойынша мүмкіндік болса тауға қарап тұрған стеклянный балконда жасау керек ол. Күшті музыкамен жасау керек. Анау көк йогаға арналған коврик болу керек. Найктың әдемі лосиной болу керек. Ханым болса розовый лосиной, ақ кроссовка, Найктың сондай болу керек. И жарты сағат жасау керек, ешкім оны мазаламау керек. Ол өте қиын қазір. Кинодан елестіп көріп. Иә, ол қазір өте қиын. Үйленген бір ханым үшін, бала шағасы бар бір еркек үшін отырып алып жарты сағат өзін-өзі жасай алатындар бар шығар, бірақ қиын болып кетеді. Мен сол жерде айтамын, залда да жаттығу жасауға болады, считается. Ой, не считается деген әңгіме жоқ. Пижамамен жаттығу жасауға да болады. 5 минут жаттығу жасауға да болады. Қалаған форматта жасауға болады бұны. Бұл точно пайдалы. Бірақ адамдар өзіне қиындатып алған үшін бұны жасамайым деген шешім алды. Жасамай қояйын деген шешім алды. Қашады керісінше. Қашпайды. Өзі де түсінбейді негізі. Не істеп жатқанын, не істегісі. Не үшін істемейсің десем, неше түрлі нәрсе, уақыт жоқ, мотивация жоқ. 5 минут уақыт бар ғой. Ну да, яғни. Мотивация, қатты мотивация керек. 5 минут жаттығу жасау үшін. Тек бастап кетсем болды. Не үшін сонда сол миында қиындатып алған үшін қашама? Қиындатып алған үшін біз үйреніп қалған сияқтымыз қиындатуға ше. Үйреніп қалған сияқтымыз қиындатуға. Бағана жалғастыра тұрдық қой, нені рухани бөлім, спорт қостық сосын. Спорт және медицина. Медицина тұрғысынан бізде былай. Ана ауыр аурулар бар ғой. Көз. Жаңағындай бір рак, немесе гепатит, анау деген сияқтылар. 3 ай немесе 4 ай бұрын анықтауға болады екен. 80%. Әшейін анализдермен көріп. Мысалы, анализ крови, қаныңыздың анализін алады, ол жерде көп қой пункттар, и соны айтады, біреу, что-то мынау сіздің, білмеймін, гемоглобин біртүрлі екен, ананы тексеріп көрейікші деп, бір мықты дәрігер болса, ол айтады, мынандай болмау керек, бүйрегіңізді тексеріп көрейікші, немесе бауырыңызды тексеріп көрейікші деп, тексеріп көрген кезде ана шығуы мүмкін. Скорее всего, алдын алуға болады да. И біз айтамыз андай, адамдарда андай план болады, ана жылына бір чекап жасайсың, полный дене чекап жасайсың. Чекап біріншіден қымбат, екіншіден көп уақыт алады. 50 мың теңге емес па? Кейбір жерлерде сонда мен білетінім 180 мың теңге. Сол неде ма? Метаболида ма? Метаболит білмеймін, мынау семада. Метаболит 20 мың деп естідім әйтеуір. Ол басы ғой ол. Просто басы ғой ол, ары қарай шығады. Просто анықтап береді, просто мынандай жерің ауырады деп болды. Сосын оны да анықтауда да ол бір пункттар бар шығар. Сосын чекапта егер де бір проблема бар болса, 1 тонна дәрі береді. И мен ойламаймын, өкінішке орай, кейбір бір-бірімен сәйкес келмейтін дәрілер бар, бір-бірімен ішуге болмайтын дәрілер бар. Арасында уақыт болу керек, оны қарап атқан білмеймін қанша адам бар. И менің ойымша, мен барып полный тексерсем, енді барлығын не деп айтпай қояйын, енді мықты клиникалар бар ғой. Бір нәрсе консилиум деген бар. Отырып, дәрігерлер, мен мысалы пациент болсам, бүкіл дәрігерлер жиналып ақылдасады. Айтады, Азекең, мына жер ауырып жатыр. Кардиолог айтады, оның жүрегінде де кішкене ауытқу бар, анау деп айтады да. И олар ортақ бір шешім шығарады. Бірақ барлық жерде олай емес та, и сізге берген бір дәрі сіздің жүрегіңізге пайдалы болғанмен бүйрегіңізге зиян болуы мүмкін да. Немесе сіздің жаңа терапевт бүйрекке берген дәрі, ол мына жүрекке ішетін дәріңізді обнулировать етіп жүруі мүмкін. Ол жердің пайдасын жоқ қылып жүруі мүмкін. Немесе бір-бірімен сәйкес келмейтін дәрілер болып қалуы мүмкін. Бірақ оны отырып бір есептейді деп ойламаймын ше.
сізге кардиолог бір дәрі береді, терапевт бір дәрі береді, лор өзінің дәрісін береді. Оны енді қалай білеміз сонда? Менің практикамда мен істейтін нәрсе мынандай, әр 3 ай сайын бір органды барып тексеру. Просто бір орган қаралып кетеді. Иә, қаралып тұру. Мен осы жерде жұмыс істеген кезде, 4-ші этажда жаңағы клиника Курбанова бар, көз тексеретін. Барып тұратынмын. Барамын, ол кісілер мені таниды, көршілер сәлем деп кірем. Әшейін анализ, рахат барасында бірнәрсе мазалаймын, мен мазаламайды деймін. Мен дәрігерге сөйтіп барамын. Мен ештеңе мазаламайды, бірақ өзім үшін тексергім келеді. Сонда 1-ші ай көзге барасыз, диелік. 3-ші ай, білмеймін, жүрекке барасыз, мысалға. 6-ші ай үш құрылыстар, анализ крови деген сияқты нәрселер, базовый анализдар, УЗИ. 9-ші ай тіс. Я там сондай бөліп тастайсыз 12 айға. И ол қымбат та болмайды. Ол көп нәрсе алдын алады. Кейбір базовый нәрселер бар, жылына міндетті түрде 2 рет тексеру бар, тіс деген сияқты. Міндетті түрде, ауырса да, ауырмаса да. Біздің тісімізді біз недооцениваем, негізі өте көп нәрсеге байланысты. Бір тістің ауру болуы сіздің үш құрылысыңызға қатты әсер етеді. Привак. Ана бір біздің Бауыржан деген кісі бар, бірге тренировка барамыз қазір. Спортивный доктор. Мықты, кәдімгі Қазақстанның сборной мен шетелге шығып жүрген кісі. И сол кісіге бардым, бір тексерілдім, ана бір не бар ғой, жаңа қолыңды ұстап тұрасың, ана кісі басады, сен бүйтіп ұстап қалуың керек. Иә, бүйтіп қолымды ұстап тұрмын, ана кісі басады, мен ұстай алмаймын. Айтады, Азеке қара, мен сен бір сақ-сақпен басып отырмын, басып тастайды, ұстай алмаймын да. Вроде мен білмеймін, соңғы 8 жыл тұрақты спортпен айналысып жүрген адаммын. 8 жыл, иә. Соңғы 4 жыл тұрақты фитнесқа баратын адаммын. Енді ана мен қолымды саусақпен басып тастап жатыр да, кішкентай саусақпен. Ол нең белгісі сонда? Ол айтады да, мына иықтағы болсын, басқа жерлерде болсын, стабилизатор бұлшықеттер бар дейді да. Кішкентай олар андай болып шықпайды дейді олар, стабилизатор. Сол стабилизаторлар әлсіз болса, бір бағыттарда бәлкім мен бүйтіп бір шелекті көтеріп ала алатын шығармын. Бірақ бүйтіп көтере алмаймын да. Өйткені мына бір жерде басқа бұлшықет жасайды, мына жақта басқа бұлшықет жасайды деген сияқты. Сонымен ол кісі тұрды да, енді қызығы бұл емес. Мен бүйтіп қолымды ұстай алмадым ғой, басып жіберді. Сосын ол кісі тұрды да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деді да, 7-ші уқалап жүрді. Енді ұсташы деді. Ана басады, мен қолым басылмайды. Жаңағы басып отыр кәдімгі, қолмен басып отыр, мен ұстап тұрмын да мықтап. Мен айтамын, Бәке, не болды деймін ғой. Айтады, мына әр тістің өзінің бір байланысы бар дейді да, ішкі ағзалармен, бұлшықеттермен бәрін байланысы бар дейді да. И сол үшін 7-ге дейін санады, қайтып басса, қайтып басылып кетеді. Тұрады да қайтадан уқалап жүреді. Әшейін үйсе салады болды. Сосын уже басамайды да. Біз бір-бірімен денеміз бір бүтін ғой негізі. Бір-бірімен тығыз байланысты. Андай болмау керек та, андай оң жақ тісің ауырып қалса, бірден дәрігерге бару деген сирек қой. Бірінші сол жақтан не бастайсың? Біздікі жүріп жүрсің. Бірінші сол жақтан не бастайсың? Сосын ыстық немесе суық ішпейсің. Сонымен уже тағы бір ауырған кезде ана бір обезболивающий ішесің. Тіпті болмағаннан кейін барасың ғой. Менде солай болған, себебі мен неге баратын кезде Ақтауға рейсқа алып кетті ғой бізді. Сол кезде мен тісім ауырып шыққанмын мына жақтан негізі. Ақтауға барып, шыдатпай 4 күн болды қой. Алғашқы күн нормально болды. Екінші күннен бастап ауырып бастады. 4 күн мен шыдап жаттым амалсыздан енді. Ана обезболивающиймен немен бір нәрсемен жауып Алматыға келгеннен кейін сразу неге бардым, стоматологқа бардым. Еще андай не очень стоматологқа бара салғанмын ғой. Білмеймін ғой, мен қаяқтан мен жарымын ғой. Сөйтіп тісіме бір нәрсе істеді, тесіп тастады тісімді, ішіне не пломба қондырады деді, как шуруп сияқты бір нәрсе бұрады. Пломба салып тастады, какой-то уақыт өткеннен кейін ана шуруп менің тісіме аллергия беріп, тісім жаны ісіп кетті. Сосын барсам, айтады, бұл аллергия берген темір саған келмейді екен деген сияқты. Алғаннан кейін анау іріңдеп бір кезде сасып бастады. Тістің ішінен ірің шықты. Сөйтіп болмайды, жұлдырып тастау керек деді. Или кәдімгідей ұзақ уақыт емдейсің деді. Бірақ емдеуге келмеуі де мүмкін рискован деді. Сосын мен оны жұлдырып тастайық дедік, себебі күн сайын ауырады анау дейтін. Бір күні жұлдырып тастадық, негізі бірақ та потом неге барсам, бір жақсы стоматологқа барсам, мына тіс негізі оңдау болатын деп айтады. Жұлдырып тастағаннан кейін. Иә. Сол ауырмай тұрып барғанда, жаңағыдай метод күшті, жаңағы 3 ай сайын барып тұрса күшті алдын ала болады. Мен 2014-те тісім ауырып, ақыл тісі ауырып, 2 шетте бардым. Сөйтіп едім, ана дәрігер айтты, бір 2 ай бұрын келгенде нервісін алмайтын едік деді. Негізі нервісін алып тастағаннан кейін, тістің жаңа ішіне кариес түсіп кеткеннен, нервісін алып тастағаннан ол тіс қалай айтсам болады, қорексіз қалады ол. Ол нерв негізі
бүкіл қоректі апарады, кальцийін апарады, емдік нелерін апарады, витаминдер апарады ғой тіске, сол үшін тіс ақ болып тұрады. А мына арт жақтағы тістерменде нерві болмаған үшін олар андай бір, қалай айтсам болады, бір сұр болып кете ма, сондай болып кетеді, бір ана мраморный болып кетеді. Өйткені не жоқ, питание жоқ. И бұл енді білмеймін қашанға дейін шыдайды. Не сияқты тұра ма, сүйек сияқты тұра ма? Иә. Енді ана дәрігер айтады, қап осы бір ай, бәлкім 2 ай бұрын келгенде біз нерв сынамайтын едік деді, просто бетін тазалап, пломбылап тастайтын едік болды деді. Содан кейін мен о дедім да, жылына 2 рет тіске бару керек, ол как минимум просто барып, мен ештеңе мазаламайды деп. Дәрігерлер де қуанып кетеді бар ғой барған кезде. Не мазалайды, ештеңе мазаламайды, просто өзім үшін десең, ой дейді да. Ондай адамдар бар ма Қазақстанда дейді. Үшіншісі қарым-қатынас. Қарым-қатынасты екіге бөлеміз. Бірінші өзіңізбен қарым-қатынас. Екінші айналадағылармен қарым-қатынас. Отбасыңыз бар, достарыңыз бар, коллегаларыңыз бар, сондай бар. Бірінші өзімізбен қарым-қатынас сұраған кезде авария сол жерде шығады. Өзімізбен өзіміз қарым-қатынас деген қалай сонда? Мысалы, өзіңізге берген бағаң қанша деп сұрайын. 10 балдық шкаламен өзіңіз бағалаңыз. Мен қанша беріп едім? Білмеймін, есімде жоқ. Бізде олай коучингта мен анау айтамын ғой, мен нейтральный адаммын, мен мүлдем нейтральмын, мен сессияда маған андай эмоция ештеңе жоқ, мен ұмытып кетемін. Мен оны үйрендім. Бұрын андай бір есіне сақтап қаласыз ба? Бұрын андай есіне сақтағаннан бұрын уайымдап кетесің ана адам. Мысалы, бір кісі келді, күйеуін жамандайды, біреу әйелін жамандайды, біреу досын жамандайды, біреу нәрсе жамандайды болғанда ол өзінің өміріне қатысты жерлерін айтады, әрине жамандамайды. Бірақ сол жерде мен эмоцияға беріліп кетсем, мен адекватный шешім ойлай алмай қаламын. Оның жағында болып кетсе. Мен мүлдем эмоция жоқ қазір менде, ол не айтып жатса да, не айтып жатса. Мен айтамын, қазір мына әңгіме сіз мына жерден тұрып кеткеннен ұмытып кетемін мен деймін. И шынымен қазір ұмытып кетемін мен. То есть ол менің ойымша профессиональный бір не сияқты, әдет сияқты. Оны былай жеке өмірде қолдан кетпейсіз ба? Кей кезде мысалы біреумен әңгіме айтасыз? Жоқ, роль шатастырмаймын. Иә, роль шатастырмаймын. Енді білмеймін, бұрын мен бірінші психологқа барған кезде 2018-де ме, 19-да ма, бірінші барған кезде мен үшін ұят нәрсе болды да. Мен қалай психологқа бара жатырмын, мен бұрай қараймын, енді жұрттың бәрі барып жатыр да. Мен айтам, қалай барамын, мен псих емеспін ғой деп ше. Сол сияқты ол кісінің мені ертең сол кезде жариялаған қаламаса еді, мен қазір маған бәрібір, қазір енді ол кісі мен барған психологқа кейс болып видеосына да түсіп бердім. Кейін ше, бірақ ол басында түспес едім. Қой деп ше. Сондықтан мен де нелерімнің жаңағы клиенттерімнің ешқандай кейсін айтпаймын. Байқасаңыздар, мен инстаграмда да айтпаймын. Мен пәленшемен отырмын, міне мынандай разбор жасадық. Негізі күнде бірнеше разбор жатыр, мен ешқайсысын инстаграмға салмаймын. Болмаса түрін жауап қойып саламын. Клиент айта алмауы да мүмкін. То есть Азамат мырза, мені салмашы деп айтатын клиент меніңше аз Қазақстанда. Мен типа салам десем, ренжімейтін де шығар. Бірақ іштей бір не болып қалсам да, неге мен мысалы, мен айтам ол бүйтіп, точка А, мынандай проблемасы болды, точка Б, енді біз мынаны реттедік деп айтқым келеді. Клиентке бірақ ыңғайсыз тудырмау үшін жасамаймын. Оны біткеннен кейін сала алмай ма? Былай салам, түрін көрсетпей. Немесе бір кісі болды, без проблем, мен сала беріңіз деді, оны салдық қой. Өзіңмен қарым-қатынасты мынандай дейік, өзіңізге берген баға мықты болу керек. Ол сіздің ойыңызша ол баға төмен болса, оны көтеру керек. Оны көтерудің жолдары көп. Жаңағы өзіңізге мән беру, денсаулыққа мән беру, спортпен айналысу, өсу, кітап оқу, діни тұрғыдан бәлкім біреулер үшін. Бағана бір-біріне бір-біріне байланысты. Егер анау істесе, сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіз де артады. Сол сенімділік ең соңғы тұрады осында да, не қалай айтсақ болады. Бағанағының барлығы істелсе, сенімділік өзіне де ал сенімділікті басында сұраған кезде 3-4 болатын болса, значит, өміріңізге осындай нәрсені қосу керек екенін анықтайтын құрал. Әркімде әртүрлі. Ханымдарда білмеймін, бьюти процедура бір нәрсе, сондай болуы мүмкін. Айналамен қарым-қатынас. Мынандай нәрсе. Мен сұраймын адамдардан, сіздің жек көретін біреу бар ма деймін да. Біреулер иә дейді, біреулер жоқ дейді. Бірақ негізі жек көретін адам болмау керек. Болмау керек па? Иә, болмау керек. Біз адамды жек көрмеуіміз керек. Біз адамның бір қасиетін жек көре аламыз. Мен бір досым бар делік. Марат деген досым жоқ. Мараттың бойында 100 қасиет бар. Соның екеуі маған ұнамайтын қасиет. Біреу боқтайды просто. Иә, темекі шегу мүмкін, немесе ұйықтап қалуы мүмкін, немесе кешеге беру мүмкін, немесе сөзінде тұрмау мүмкін. Мысалы. Ол 98 күшті қасиеттің жанында жаңағы 2 қасиеті бар ғой маған ұнамайтын. Мен сол үшін адамды бүйтіп сызып да, X қылып тастадым да, мен араласпаймын, сен білмеймін. Не пунктуальныйсың немесе басқасын деген сияқты. Енді осы жерде қасиетті жек көруге болады, бірақ адамды жек көрмеу керек. Мен айта аламын, мәке, мен сені жақсы көремін. Досымсың, роднойымсың,
бірақ мына екі қасиетіңді жақсы көрмеймін мен. Қасиетті жақсы көрмеймін, сен бөліп ал. Соны қасиетті жақсы көрмеуге болады, и так-та. Әркімнің әртүрлі қасиеті бар ғой. Сонда 100 қасиеттің ішінде просто екі қасиет, жаман екі қасиет үшін адамды жек көруге болмайды. Иә, адам жек көруге болмайды. Онысы да анау махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті дейді ғой. Алла бізді махаббатпен жаратқан ғой, бүкіл құлдар, бүкіл жаратылысты Алла жаратқан ғой. Мен Алланы жақсы көрсем, қалай мен Алланың жаратқанын жақсы көрмеймін да? Ол басқа Алла жақсы көріп тұрғанда біз кімбіз дейсің? Иә, ол басқа ұлт болсын, ол басқа, білмеймін, дін болсын, басқа жыныс болсын, мен Алланың құлы ғой. Өзім мойындамауым мүмкін, кстати, бірақ бәрібір Алланың жаратқан құлы ғой. Сондықтан мен бәрін жақсы көремін. Соңғысы қарым-қатынас. Үшіншісі қарым-қатынас, соңғысы финанс. Еще финанс бар. Қаржылай жағдай. Қаржылай жағдай дегеніміз не қалай сонда? Адамның қаржысын анализ жасаймын, финансовый жағдай қалай, табысы қанша, табысын қанша деп сұраймын адамдардан. Айта ма? Шүкір деп. Көбісі қысылады. Енді ол жерде мен басында айтып алғаннан кейін ол айтады негізі. Кейбіреулер аз айтып айтады, кейбіреулер көбейтіп айтады. Керісінше қосшы. Бір разговор болды, сондай ана кісі енді табысы бірнеше миллион деп жазған. Күшті ғой дедім, сонда жетпей жатыр бір нәрсе, сонда разговор жасадық. Нәтижесінде оның табысы, ол кісінің табысы 400 мың теңге болып шықты. Анау 3 миллион қайда кетті дедім, ол оборот қой деді. Дедім, солай айтпайсыз ба дедім да. Мынау кейбір кезде миымыздың шуынан байқамаймыз. Мәселе былай, ең қызығы көп нәрседе бір супер ақылды болудың керегі жоқ. Просто жағдайды анық көре алсаң, уже жеңіс. Мысалы, жаңағы кісі 5 миллион тауып жүрмін деп ойлап жүрген болуы мүмкін. Бірақ шынымен деген разговор жасап оны сызып үйтіп есептеген кезде 400 мың теңге алды. Ол айтты, негізі дейді, менде 400 мың теңге примерно сондай болады ай сайын депті. Онда неге 5 миллион деп жүрсің десем, сондай деп ойлап жүрмін дейді. Осыны түсінудің өзі уже алдыға тартады адамды. Иллюзиямен жүрген болуы мүмкін. Сіз айттыңыз ғой, негізі адамдар көп нәрсені мойындаса, негізі көп нәрсе шешіледі дедіңіз ғой. Мысалы, қарапайым жұмысқа кешігетініңді мойындай алсаң, мен просто ақтала берген қарағанда, мен жұмыстан кешіктім, яғни кінәні өзіңнен көрдің, яғни бұны дұрыстау керек. Ал каждый раз кешік қалған сайын, ой, извините, кешірім сұраймын деген сияқты немен ақтала бергенше, лучше мен дұрыс жасамадым, мен кешіктім, мен деген неде. Өзіңе бағыттау керек, бүкіл жауапкершілік өзінде. Мынандай бір күшті құрал бар, жақсы немесе жаман деп бөлінбейді да, коучингте ше. Мен клиентпен сөйлескенде айтам, қараңыз, қазірден бастап бізде жақсы немесе жаман деген жоқ. Бізде ортасы бар, ол шындық. Ол шындық. Мынандай, мен ұйқыбаспын, мен неге ұйықтап қала беремін, жұрт деген таңертең тұрып, анауында істейді, мынауында істейді, спортпен де айналысады, анауында үлгереді, бәрін үлгереді, мен болсам ұйықтап жатамын, біреулер, сөйтіп айтады. Не деген ұйқыбаспын, мен айтамын, стоп, ұйқыбаспын, ойбай, неге ондаймын деген, бізде эмоция қоспаймыз. Мен жаманмын дегенге алып келіп тұр ғой енді. Эмоция қоспаймыз, просто шындық қандай, шындық мен ұйықтап қала беремін. Окей, енді не істейміз, болды. Енді жоспар құрайық. Ұйықтап қалмау үшін не істеу керек? Мынау жоспар құрғаннан кейін уже біз жылжимыз алдыға. Қайғырудан ешқандай жылжу жоқ алдыға. Қайғыру керісінше бітеп тастайды. Бітеп тастайды, сосын өзімізді жаңа қайта жерге ұрғанды жақсы көреміз, біз жақсы көреміз кейбіреулеріміз андай. Өзімізді жерге ұрғанша. Жалость болып көрінеміз да. Жалты болып не істеп, аяныш болып. Психологияда кішкене не ауыр нәрсе андай ғой. Мен біреуге барып айтасың ғой, жағдайыңызша. Сол кезде бір жертва болып айтқым келеді ғой. Андай ғой, мен әлсізбін, сен мені аяшы деген мағынада болуы мүмкін да. Ол қосылса саған, сондай қазір шынымен заман сондай болып кеткен десе, екеуің бастарың бірге кетті, күшті болады. Ол жерде дос болып айталса, неге сен жылап отырсың деп. Осы уақытта осындай болса, енді өзің қолыңда емес па, давай өзгертейік, не істеуге болады, давай жоспар құрайық деп жігерлендіріп жүрсе, кетеді. Әйтпесе бірге жылауға болады, бірге отырып алып. Бірге жыламай қойған абзал олар ұқсап та. Андай да, просто адам всегда өз-өзін жақсы жағымен айтқысы келеді ғой. Мысалы, біреумен келді, ұрысып қалды, мысалы қызбен жігітте олайық. Екеуі бір-бірінен айырылысып кетті, келді сізге жылап отыр. Осылай бүйтті сөйтті. Негізі, ладно, жігіт кінәлі, бірақ келіп айтып отыр, назын келіп айтып отыр, бірақ өзін дұрыс етіп айтып отыр. Негізі мен дұрыс еді ана жерде деген сияқты. Анау соны қолдайды. Ақыр соңында прав болып шығады да. Сосын, мен негізі прав болдым. Сол сияқты
ақпараттың айдын анығы жоқ та, сондықтан кей кезде қосап жүргенде жаман. Негізі бірінші анығын біліп алып, ол көп жағдайда жұмыстан шығарып жүрген жағдайда да біреу келіп назын айтады, или бір провал болып жатыр, или стресс, депрессия, тағы да басқа нәрселер болып жатқан кезде назын келіп айтады. И сол кезде жолдасы негізі көбінесе қолдап жүреді ғой. Керісінше ана жарасын жібітіп, күшті. Кейбір кезде просто тыңдаудың өзі жеткілікті да. Дос ретінде сен айтқанын тыңдасаң болды, жеткілікті. Анау бір соңында жылап, босап дейді, дейін айтады. Күшті болып қалдым дейді. Күшті болып қалдым дейді. Негізі сол қазір Ескендір мырза айтады ғой, тыңдалмаған адам көп қазір. Қанша? 80% адам тыңдалмаған қазір. Просто тыңдау керек. Мен бір көп қой, мен психолог таныстарым, сол бір кісі айтады андай. Көбіне мен байқаймын дейді, ана жақсылап тыңдасаң, активное слушание деген бар. Просто тыңдау емес ол, активное слушание деген кәдімгідей кері байланыс беріп. Кері байланыс бересің. Сондай ма? Оны сен қалай түсіндің? Неге сен ондай шешім қабылдадың? Активный тыңдасаң, ана өзі айтып отырып, өзі түсінеді біраздан. Деп ше. Негізі былай болу керек. Былай болу керек. Өзі түсінеді, негізі тыңдаудың өзі жеткілікті. Мен бір кісіден сөйтіп естігенмін, айтады да, жақсылап дұрыс тыңдасаң, адам негізі өзі айтып отырып шешім табады да рахметін айтып кетіп қалады дейді. Сол тыңдау. Сол үшін осы жерде ана роль, досыңның рөлі, немесе бір жолдасыңның рөлі, ерлі-зайыптылардың жолдасының рөлі жақсы тыңдай алса, уже біраз нәрсе шешіледі. Тыңдай алмаса не істеу болады? Тыңдау үйрену керек. Қалай? Фокус қойып тыңдау керек. Сосын мынандай бір құрал бар, бағаламау керек. Ситуацияны ма? Ситуацияны да, адамды да. Сен ана тыңдаушы болып отырып, неге енді ұрып салмадың ба, неге тормоз болдың сол жерде десең, ситуациясында адамды бағаламау керек, значит, ана жерде. Бағаламау керек, просто тыңдау керек. Бүйтіп айтуым керек деген. Егер де жаңағыдай бір коучинговый сұрақтарды сұрай алса, мысалы, айтады, ана мен өзінше менсінбей отыр дейді ғой. Кеше бір жиналыста отырсам, менсінбей отыр, соны мен ашуланып кеттім, мен сұраймын да, менсінбей отыр деген қалай ол деп ше? Мен білмеймін, сөйлесем, демей отыр ғой дейді да, құптамай отыр ғой дейді. Құптамай отыру, менсінбеу ма, екеуі тең ба деймін ғой. Сосын, негізі олай емес дейді да. Тағы да бір нәрсе істедім ғой, жоқ, ештеңе істеген жоқ. Сонда сен қайдан шығардың, менсінбей отыр деген деп сұрасаң, негізі мен өзім шығарып алған сияқтымын соны дейді да. Сондай ана бір дұрыс сұрақтар сұрай алсаң, адам түсінеді, негізі ештеңе жоқ ше. Ешкім менің ойымша. Былай, мен балам бар, қазір 5-те, кіші ұлым, үлкен ұлым 8-де. Кіші ұлым менің кеп басынан ойыншығымен бір ұрса, мен ренжімеймін оған. Махаббатын солай білдіріп жатыр еді. Махаббат или ол біліп тұрған жоқ қой, папамды ренжітейін деген идея жоқ ода. Просто бәлкім маған бір нәрсе деді, мен қарамай қойдым, ол келіп бір ұрады да. Немесе, ол жерде мынау мені менсінбей тұр, немесе басынып бар жатыр мені, жаңа бар ғой, қазір ұрса ертең не болады өскен кезде деген сияқты нәрсе. Бірақ баладан сұрасаң, оның сені ренжіту деген идея жоқ басында, мүлдем жоқ оның басында. Егер бала былай адекватный психологиямен айта алатын болса, уже бүйтіп айтады дейді, папа, сен маған қарамай отырсың, сен вниманиең керек маған. Сол вниманиеңді алу үшін мен басқа жол білмедім, сол үшін барып басынан бұрдым деп айтады. Бірақ оны айтамайды ол бала, ол жылайды, нетеді, қорқып кетеді. Тура солай ересек адамда сені ренжіту деген идеясы жоқ. Даже дауыс көтеріп айқайлап жүрген адам негізі оны ренжудің керегі жоқ, оны бәлкім аяушылықпен қарау керек, өйткені ол өзінің сезімін түсіне алмай жатыр. Ол өзінің не болып жатқанын түсіне алмай жатыр. Толқып кетті, құршып ар деді да, короче. Ол біраздан ойлап отыр, неге соны ашынып кеттім деп ойлап отыр негізі. Мен сондаймын. Ол адамға даже ренжуден бұрын оған кішкене уайымдау керек екен. Бұл неге сезімдерін басқарамай жүр екен деп, неге сезімдерін қарай алмай жүр екен деп, анализ жасай алмай жүр деп, негізі аяушылықпен қарау. Сосын ол кісіден барып сұрасаңыз, Доқа жаңа жиналыста айқайлап жүрдің ғой, сен андай мен ренжіткім келді ме сонда десең, айтады, жоқ, мен ренжіткім келген жоқ, сен просто біз оны істегенбіз, ол болмайтын оқиға, оны мен білемін, басынан өткен, соны саған түсіндіре алмай жатырмын ғой деп айтады. Соны сен түсінесің, сені ренжіткісі келмейді ешкім. Просто естірткісі келді, эмоциясын айтқысы келді. Ана жерде может анау да бір дұрыс емес, андай бір қарсылығын білдірді, үйтті бүйтті, екеуі келді, кетші бар, өзің де кет анау мынау деген сияқты. Негізі ересек адам ұрысы да адекватный болу керек қой. Осы туралы бағана қарапайым бір әңгіме естідім. Мысалы сізге бір қарапайым бір американец или мексиканец или бір кісі келіп сізге өз тілінде боқтаса, сіз оған ренжисіз бе? Түсінбеймін ғой, түсінбейсіз ғой. Бұл жердегі айтылып тұрған сөз бір, яғни боғауыз деген нәрсе бірде, бірақ сізге бір қазақи боқтайтын болса, сіз оған ренжисіз.
бұл жердегі сөздің құндылығы емес, біздің қалай қабылдауымызда болып тұрады просто. Кез келген оқиғаға қатысты менің басымдағы картина мені мазалайды. Сыртқы ештеңке мені мазалай алмайды. Иә, еще қарапайым мынандай нәрсе. Мен мынандай нәрсеге бір рет келгем, мені ол жақсы көрмейтін сияқты деген нәрсе. Бір кісінің маған деген бір нәрсесі бар ма, или мен оған жақпаймын ба деген нәрсе, оның көзқарасынан байқайтын. Сосын мен сұраймын, ол бәрі дұрыс па деген сияқты. Басқа адаммен ақылдасып отырмын ғой, ол адам вообще қалай, мен туралы не айтады деген кезде, ол адам жоқ, ол сен қайдан шешін дейді. Білмеймін, маған бір түрлі қарайды, и андай білмеймін, бір как-то дос сияқты сезінбейді десем, ол қайдан білесің, саған ол достығын басқаша жеткізетін бар, ол саған махаббаты басқаша шығар. Ал оны сен қалай шешін деген кезде, білмеймін, мен бір нәрсе айтсам, бүйтпейді деген сияқты. Сондай бір жауаптармен келгем, ақыр соңында негізі адамның жақсы көру, жақсы көрмеуі, оның негізі өзінен барып сұрасаң ғана айта алады, оның іс-қимылымен немесе басқа да әрекеттерімен негізі оны жақсы көру, жақсы көрмеу, жек көру дейтін нәрсені біз аңғара алмаймыз. Сол андай. Менде мынандай оқиға болған, бір курсқа қатысты, бір 4 күндік болсын сондай. Мен бір жігіт болды да, өзі 18 адамыз ба сондаймыз, 15-18-да. Бүйтіп қарайды да, маған ше бүйтіп қабағын шытып қарайды. Бір күн қарама-қарсы отырады, курс болып жатыр, анау бүйтіп қарайды, бір қарасаң бүйтіп қарайды, сосын бір күн жүрмей, мынау не менсінбей жүр деп ше. Не өзінше болып жүр деп ше. Сосын сол күні кешке или екінші күні ма барып сұрадым. Бауырым, өзіңіз танимыз ғой, Мәке деп ше. Мәке, сіз маған бір обидаңыз бар ма? Не? Өбе, қайдан шығардыңыз Азеке дейді. Бүйтіп қабағын шытып қарайсыз ғой десем, менің көзім минус қой дейді, мен бүйтіп біреуді көру үшін сөйтіп қараймын дейді да. Қарашы, сонда условно Мәкенің қатысы жоқ менің ішімдегі эмоцияға. Мені мазалайтын, менің сол ситуация туралы ойым ғана мазалайды. Просто жеке бастағы ойлар. Ана кісінің вообще қатысы жоқ. Мен еще одан сұрамасам, мен ренжіп кетуіме болады одан. 4 күн тренинг бітеді ғой, соны айтамын, көшеде көрсем оған ренжіп жүру мүмкін еді ше. Мынау өзіңше отыр едің ғой сен дегенде, еще іштей ғой, оны айтамайсың ғой. Өзіңше отыр едің, 4 күн маған қабағын шытып деп ше. Сол үшін адамдар просто эмоция, если какой-то күдік байқалатын болса, просто барып сұрау керек сияқты, бәрі дұрыс па деген сияқты. Солай, мен шешімім сондай. Кез келген ересек адам бүкіл мәселені сөйлеспей